Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ болып шығатын крем жарты сағатта сынып кететіндей медовый кождарды жасауды көрсетемін. Мұқият көріп алып жасасаңыздар болады. Ең алдымен водяная баняға, яғни су моншасына ыдысымызды қойып, осындай магазиндегі қарапайым 180 теңгелік балды қолданып жасауға болады. Сосын оны ыдысымызға құйып 200 граммын, содан кейін үстіне біз ас содасын саламыз. Чайный ложкамен салып, реакция бергенше араластырып тұруымыз қажет, яғни аппақ болып көпіреді барлығы. Тоқтамай араластырып тұрамыз, және де осындай болып көпіргеннен кейін осы көпіріктер қайтадан басылып қалады. Сол кезде біз сармайымызды салып аламыз. Сармайымыздың температурасы маңызды емес, сала бересіздер. Еріп болғаннан кейін оны жақсылап суытып алуымыз қажет. Терезенің алдына осылай суытып алсаңыздар болады. Ал енді біз құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны және де қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырып, ағарғанша көпіртіп аламыз. Енді біз бал қосып дайындап қойған қоспамызды араластырамыз. Жаймен қосып, миксермен араластырып отыруымыз қажет. Егер де бал қосылған қоспаларыңыз қатты ыстық болса, құймағандарыңыз дұрыс. Жақсылап суытып барып құйған жақсы. Әйтпесе жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін, сосын кождарыңыз әдемі болып шықпайды. Барлығын араластырып, миксермен араластырып болғаннан кейін ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосып аламыз. Миксермен араластырып аламыз, барлығы біркелкі болғанша. Сосын бізде сұйықтау осындай консистенция дайын болады. Біз оны пергамент қағазына бір қасықпен құйып аламыз осылай. Және де оның үстіне ұн сеуіп, қолымызбен жай ғана басып, шеттеріне жеткізіп алсақ, болғаны бізде пешке жіберетіндей болып дайын болады. Және де оны алдын ала қызған пеште 180 градуста 10-15 минутқа жетер-жетпестен пісіріп ала бересіздер. Осылай болып шығады. Барлығын пісіріп болғаннан кейін біз кремді жағамыз. Келесі видеодан кремнің жағу процесі бар.